Қазақтың ұлттық ойыны Ханталапай ойынын ойнаймыз. Ал сендер қандай ұлттық ойын білесіңдер? Дұрыс. Және асық ату, дұрыс айтасыңдар. Олай болса балалар, біз бүгін қазақтың ұлттық ойынының бірі Ханталапай ойынын ойнаймыз. Ханталапай ойынын ойнаған кезде, Ханталапай ойынында ішінде бір қызыл асық, хан асығы болады. Қазір мен асықты шашып, асықтарды сендер жинаған кезде қызыл асық кімге түседі, сол ойынды бірінші бастайды. Ал мен қазір асықты шашар алдында қолжымдағы асықты араластырып, талапай-ау талапай басталды ойын, алақай деп асықты шашам. Сендер Ханталапай деп асықты бөліп аласыңдар. Содан кейін садап асықты ортаға кілемшенің үстіне тізіп қоямыз. Талапай-ау талапай басталды ойын, алақай. Орнымызға отыра қояйық. Ал балалар, хан асығы кімге түсті? Маған. Хан асығы бізде Ернұрға түсті. Олай болса, Ернұр, қане, қолындағы асықты ортаға тізіп бастайық. Ал олай болса балалар, бізде жаңағы хан асығы Ернұрға түсті. Кел, Ернұр. Мағжан бүгін бізде жеңімпаз екен. Балалар, бүгінгі ойын ұнады ма? Иә. Келесіде тағы да басқа қазақтың ұлттық ойындарын ойнаймыз. Жарай ма? Иә.